Первый опыт. Сиамская тройка. Пища поступает в А, проходит через Б. Человеческая многоножка. Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге қорқынышты әрі шок тудыратын «Адам қырқаяғы» фильміне шолу жасаймыз. Фильмнің басында біз доктор Хайтер есімді ерекше адамды көреміз. Ол көлігінде отырып, үш иттің суретіне ойлы көзбен қарайды. Суретте иттер бір-біріне тізбектеліп тұр. Осы сәтте оның көлігінің артына жүк көлігі тоқтап, ішінен бір ер адам шығып, дәретханаға бара жатыр. Мұны байқаған доктор Хайтер өз қаруын алып, ер адамның соңынан жүреді. Ол дәретханадағы ер адамға қаруын бағыттап, өз ойын жүзеге асыруға кіріседі. Екі америкалық қыз Линдси мен Дженни Еуропаға саяхатқа шығып, арзан қонақ үйге тоқтайды. Олар кешкі уақытта жерасты клубына баруды жоспарлайды. Сол күні Линдси досы Эмимен телефон арқылы сөйлесіп, жаңа танысы Дженниді ұнатып, бірге қыдыруға шақырған клубтағы даяршы туралы айтады. Кешкісін қыздар көлікпен клубқа бара жатып, жолдан адасып кетеді. Жағдайды одан әрі қиындатқандай, олардың көлігі кенеттен бұзылып, олар айдалада қараңғыда қалып қояды. Линдси көлікті жалға алу қызметіне хабарласуға тырысады, бірақ телефонда байланыс жоқ. Екеуі көлікте таң атқанша күтуге бел буады. Біраз уақыт өткен соң, қараңғылықтан бір көлік пайда болып, олардың жанына тоқтайды. Көліктен шыққан қарт оларға неміс тілінде сөйлесе бастайды, бірақ қыздар неміс тілін түсінбейді. Олар оған тек ағылшын тілінде жауап береді. Біраз уақыттан соң, олар қарт адамның айтқан сөздерінен оның көмектесуден гөрі басқа мақсатта келгенін түсінеді. Алайда қарт адам қыздарға көмектескісі келгендей көрініп кекс ұсынады. Қыздар ұсыныстан бас тартады, содан кейін қарт адам кетіп қалады. Көлікте жалғыз қалған Линдси мен Дженни не істерін білмей, көмекке тағы біреудің келуін күтуді немесе орман бойымен жаяу жүруді шешеді. Олар ақыры көліктен шығып, орман шетімен жаяу жүруге бел байлайды. Жолда екеуі ұрысып, бір-біріне ашу, ыза білдіре бастайды. Шаршап ары қарай жүруге шамалары қалмаған Линдси мен Дженни ағаштардың арасынан терезе жарығын байқайды. Бұл олардың үмітін оятып, қыздар сол жаққа қарай асығады. Осы кезде жаңбыр жауып, тоңып шаршаған екеуі жарық көрінген үйге жетуді ғана ойлайды. Үйдің ауласында олар оғаш құлыптасты көреді. Онда «Менің сүйікті үштік итім» деген жазу бар. Бұл сөздер қыздарға оғаш көрінгенімен, жаңбыр мен қараңғылық оларды тезірек ішке кіруге итермелейді. Линдси мен Дженни үйдің есігін қаға бастайды. Бір сәтте есікті ұзын бойлы, суық жүзді бір ер адам ашады. Қыздар оның алдынан көмек сұрап, ең болмағанда телефон шалу үшін үйге кіруге рұқсат беруін өтінеді. Ер адам оларға жылы жүзбен қарап, эвакуатор шақыруға көмектесетінін айтып, ішке кіргізеді. Қыздар үйге кірген соң, ер адам оларға бірнеше сұрақ қойып, телефон соғуға кетіп қалады. Осы уақытта қыздар су сұрайды. Үйдің іші біртүрлі және қорқынышты көрінеді. Қабырғаларда оғаш суреттер ілініп тұр, ал дәліз мәйітхана дәлізін еске салады. Қыздар үшін бұл жер үрейлі болғанымен, жаңбырлы қараңғы орманда қалудан әлдеқайда қауіпсіздей көрінеді. Ер адам ас үйге барып, су құя отырып, көмек көрсету қызметімен сөйлесіп жатқандай кейіп танытады. Ер адам қыздарға эвакуатордың жарты сағатта келетінін айтып, тыныш отыруға кеңес береді. Ол сол арада олардың стаканындағы суға ұйықтататын дәрі қосып қойған еді. Үшеуі қонақ бөлмеде үнсіз отырғанда, қыздар ыңғайсызданып, судан бір ұрттап, әңгіме бастауға тырысады. Сөз арасында ол өзінің үйленбегенін, себебі әйелдерді ұнатпайтынын айтады. Әңгіме жүріп жатқанда, Линдси абайсызда стакандағы суды төгіп алады. Бұл жағдай оның ашуын туғызып, ол қызға айқайлай бастайды. Линдси өзін ақтап, Дженнимен бір стаканнан суды бөлісіп шетіндерін айтып, жағдайды тыныштандырады. Ол ашуын басып, ас үйден сүлгі әкелемін деп сылтауратып, жертөлеге түседі. Онда ол жуырда қолға түсірген жүк көлігінің жүргізушісінің жағдайын тексеріп, шприцқа ұйықтататын дәрі дайындайды. Бұл дәрі Линдсидің төгіліп қалған суын алмастыру үшін қажет еді. Осы уақытта қыздар бөлмеде бір-біріне қарап, ер адамның оғаш мінезінен алаңдай бастайды. Дженни қалған суын ішіп, өзіне шаршау басып бара жатқанын сезеді. Ал Линдси бұл жерден дереу кету керек деген шешімге келеді. Хайтер қолына сүлгіге оралған шприцті алып, Дженниге жақындады.
Біраз уақыттан кейін Дженни есінен танып диванда ұйықтап қалды. Линдси жағдайдың біртүрлі екенін түсініп, оған такси шақыруды өтінді. Ол судың дәмі өзгергенін айтып күдіктенді. Хайтер оған суға есірткі қосқанын мойындады. Линдси қорыққаннан қашуға тырысты, бірақ дәрінің әсері күшейіп, ол денесін басқара алмай әлсіреп қалды. Хайтер оны ұстап алып, мойнына дәрі егеді. Осылайша Линдси де есінен танып қалады. Таңертең Хайтер таңғы асын ішіп, қыздардың құжаттарын жойып, барлық іздерді өшіреді. Қыздар оянғанда өздерін медициналық керуеттерге қолдары байлаулы күйінде көреді. Олар Хайтердің үйінің жертөлесінде басқа бір бейтаныс ер адамның жанында жатыр. Бұл көрініс қыздарды қатты шошытып, екеуі де айқайлап көмек шақыра бастайды. Дәрігер Хайтер бөлмеге сабырлы түрде кіреді. Ол қыздардың айқайын елеместен жүк көлігі жүргізушінің қасына жақындап, оны тексеріп шығады. Дәрігер көп ұзамай оның жағдайының жарамсыз екенін айтып, ер адамды өлтіреді. Кейіннен оның денесін үйінің сыртындағы ауласында көміп тастайды. Қыздар үшін бұл енді шынайы қорқынышқа айнала бастайды, бірақ олар дәрігердің келесі әрекетін болжай алмайды. Біршама уақыт өткен соң, бос қалған керуетте жаңа құрбан пайда болады, жапондық Кацура есімді ер адам. Хайтер жертөлеге түсіп, өзінің барлық құрбандарымен таныстырады. Ол бұрын хирург болып жұмыс істеп, сиам егіздерін бөлуге маманданғанын, ал зейнетке шыққаннан кейін керісінше адамдарды біріктіру идеясына қызығушылық танытқанын айтады. Ол бұған дейін үшейтін бір организмге біріктіріп, тәжірибе жасағанын мақтанышпен жеткізеді. Енді оның мақсаты адамдардан қырғаяқ жасау. Дәрігер құрбандарына бұл процедураның барлық егжей-тегжейін түсіндіреді. Адамның аузы екінші адамның анусына тігіледі. Адамның тізе қақпақтары деформацияланып, ас қорыту жүйесі бір жүйеге біріктіріледі, және тағы басқа қорқынышты өзгертулерді түсіндіреді. Операция алдында ол жапондық Кацуроны ұйықтататын дәрімен тыныштандырады. Кейіннен Дженниге де сол процедураны қолданады. Бірақ осы сәтте Линдси қашудың жолын ойлайды. Ол қолындағы белдіктерді тістермен босатып, біртіндеп шешеді. Белдіктерден босанғанымен тамырына қадалған инені байқамайды. Ол инені тамырынан жұлып алып, есікке қарай ұмтылады. Линдсидің әрекеті оның соңғы үміті еді. Линдсидің қашуға тырысқан әрекеті дәрігер Хайтердің ашуын туғызады. Линдси қанға боялып, шошып кеткен күйде дәрігердің бөлмелерінің біріне жасырынып қалады. Ол өзін білдірмеуге тырысып тыныш отырады, бірақ дәрігер оның қайда екенін тез табады. Хайтер бөлменің есігін ашуды талап етіп, егер ашпаса, оны жан түршігерлік жазамен қорқытады. Дәрігердің қоқан-лоққыларынан кейін біраз уақыт тыныштық орнайды, бірақ ол кенеттен жоғалып кетеді. Үстел шамын қолына алып, пердені аша бергенде, терезенің сыртында дәрігер Хайтер тұрғанын көреді. Бұл көріністен Линдси қатты шошып айқайлап жібереді. Терезе алдында тұрған дәрігер ессіз кейіпте, қолында қаруы бар. Ол терезені сындырып, ішке кіруге тырысады. Осы сәтте Линдси есікті ашып, бөлмеден шығуға талпынады. Жан ұшыра жүгірген ол бассейнге құлап түседі. Дәрігер Хайтер артынан келіп, ұйықтататын дәрісі бар қаруын алып, Линдсиге дәлдеп тұр. Линдси оқтан құтылу үшін су астына сүңгіп кетеді. Алайда ол су астында ұзақ тыныс ұстап тұра алмай, ақыры су бетіне шығады. Ол дәрігерге қарап, өзін өлтіруді өтінеді. Бірақ дәрігер Хайтер оның өтінішін елемей, бір кездері оның біріктірілген иттерінің бірі операция кезінде қашпақ болғанын айтып береді. Ол сол итті қайта ұстап алғаннан кейін, оны қырқаяқтың орта бөлігіне орналастырғанын. Бұл жердегі ауырсыну мен жараның жазылуы өте қиын әрі азапты болғанын түсіндіреді. Хайтер дәл осындай тағдырды Линдсиге де жоспарлап отырғанын мәлімдейді. Қыз бұл сөздерді естігенде қатты шошып кетеді. Дәрігер оны судан шығару үшін бассейннің үстіне түсетін жалюзиді жаба бастайды. Линдси бұдан әрі ешқандай азапқа шыдамайтынын түсініп, суға батып кетуге бел буады. Бірақ бұл оның соңғы әрекеті еді. Дәрігер Линдсиді бассейннен шығару үшін перделерді жаппақ болғанда, электр жүйесі шамадан тыс жүктемеге ұшырап, бүкіл үйде жарық сөніп қалады. Электр қуатын қалпына келтіру үшін дәрігер мәселемен өзі айналысуға кетеді, ал Линдси бассейнде жалғыз қалады. Ол бұл мүмкіндікті пайдаланып, бассейннен шығып қашуға әрекеттенеді.
Алайда құрбысын ойлап, оны құтқару туралы шешім қабылдайды. Линдси жертөлеге қайта түсіп, ес-түссіз жатқан Дженни мен жапон жігітін көреді. Ол алдымен Дженниді босатып алып, оны дәліз арқылы сыртқа шығаруға тырысады. Линдси құрбысын 20 метрге дейін сүйреп апарады, бірақ сол сәтте дәрігер Хайтер олардың ізіне түсіп, артынан келіп, ұйықтататын дәрі толтырылған дротикпен оны арқасынан атады. Дротик оның иық арасына тиіп, Линдси есінен танып қалады. Енді үшеуі де дәрігердің қолында. Ол өзінің адам қырғаяғын жасау жоспарын жүзеге асырып, үшеуіне де қорқынышты операция жасайды. Бұл олардың ең үлкен азабының басталуы еді. Операциядан кейін дәрігер Хайтер өз жоспарын жүзеге асырады. Қырғаяқтың басы ретінде жапон жігіті Кацура таңдалады, ал Линдси қырғаяқтың ортасына қойылады. Бұл дәрігердің оны жазалау амалы еді, өйткені қырғаяқтың ортасында болу ең ауыр әрі азапты орын. Дженни қырғаяқтың соңғы бөлігі ретінде таңдалып, артқы орынға орналастырылады. Үшеуі де ауыр операциядан тірі қалады, бірақ жағдайлары өте нашар. Хайтер енді адам қырғаяғын жаттықтыруға кіріседі. Ол оларға ит сияқты әрекет етуді үйретеді, мысалы, газеттерді алып келуге мәжбүрлейді және ит тағамын береді. Қырғаяққа біріктірілгендердің ас қорыту жүйесі жалғасқан тізбек түрінде жұмыс істейді. Алдыңғы адамның денесінен өткен қалдықтар келесінің ауыз арқылы қайта өңделеді. Черт! Черт! Я хочу в туалет! Корми ее! Корми ее! Санитарлық жағдайдың нашарлығынан және дәрігердің немқұрайлығынан Дженни қатты инфекцияға шалдығып, жағдайы күрт нашарлайды. Ол ауырсынудан азап шегеді, бірақ Хайтер оған көмектесуді ойламайды. Ол Дженниді тек қырғаяқтың құйрығы ретінде ауыстыра салуды жоспарлап, оның жағдайына мүлде мән бермейді. Бұл қатыгездік үш құрбанның өмірін одан әрі қиындатып, олардың азабын күшейте түседі. Бірнеше уақыттан кейін детективтер Кранц пен Воллер дәрігердің үйіне келіп домофонды басады. Дәрігер телефонды көтергенде, Кацура жертөледен айқайлап, оларды құтқаруға шақырады. Бірақ дәрігер телефонды қолымен жабады. Ол бөлмесіне кіріп, өз-өзін жинап, есікті ашуға дайындалады. Детективтер қыздардың жоғалғанын тексеріп, дәрігердің үйі мен жертөлесін көрсетуін талап етеді. Олар үйдің жанынан қыздардың көлігін тауып алғаннан кейін, дәрігер олардың жоғалуына қатысты сұрақтар қояды. Дәрігер өз үйіне сирек келетінін, тек барлау жүргізетінін айтады, бірақ ол нағыз мақсатымен оларды алдап, тек іздеу қызметінің рұқсатын алуды жоспарлайды. Дәрігер детективтерге су ішуді ұсынады. Олар келісіп, дәрігер ас үйге барып, стақанға ұйықтататын дәрі салып, үстіне су құйып әкеледі. Осы уақытта жертөледе Кацура айқайлап көмекке шақырады, бірақ детективтер оны естімейді, себебі олар дәрігерден жауап алып жатыр. Бір куәгер шетелдік туристердің жоғалып кеткен қыздар дәрігердің үйінде айқай естігенін және даниялық жүргізушінің жоғалуына қатысы бар деп болжам жасайды. Дәрігер ашуланып детективтерге айқайлап, оларға су ішіп үйден кетуді бұйырады. Дәрігер Хайтер адам мелипет жасау тәжірибесін жалғастыруды көздейді. Детективтер жергілікті тұрғындардың шағымдарына байланысты үйді тексергісі келеді. Кранц үй иесінің ашулы сөгісін көтере алмай, стақандағы суды ішіп кетуге дайындалады. Бірақ Волтер стақанды қағып жіберіп сындырған соң, дәрігер екеуінен кешірім сұрап, жертөлеге түсіп кетеді. Ол жерде мелипетке қосуға арналған жаңа бөліктерді тауып, Дженниді ауыстыруға дайындалатынын айтады. Дәрігер қайта оралып, әйнек сынықтарын жинай бастайды. Сол кезде детектив Кранц жертөлеге кіруге рұқсат сұрайды, бірақ Хайтер тінту ордерінсіз рұқсат бермейді. Әңгіме барысында дәрігердің қолынан сүлгі түсіп кетеді, оның астынан детектив шприцті байқайды. Хайтер оны қант диабетімен байланыстырып, инсулин үшін қолданатынын айтады, бірақ детектив сенбейді. Детективтер тінту ордерін алуға кетіп, 20 минуттан кейін қайта ораламыз деп уәде береді. Олар кеткен соң, дәрігер жертөлеге түсіп, мелипетті жасыруға асығады. Алайда жертөледе ешкім жоқ. Мелипеттің жоғалғанын көрген Хайтер үрейленіп, оларды іздеуге кіріседі. Кацура дәрігер Хайтерге қарсы әрекет жасайды. Ол скальпельмен дәрігердің аяғын жаралап, мойын терісінің бір бөлігін тістеп алады. Осыдан кейін Кацура өзін құтқаруға тырысып, қырқаяқ болып байланысқан адамдар тобымен бірге қашады. Бірақ олар алысқа бара алмайды.
Жертөледен тік баспалдақпен шығып жатқанда, олардың ағзалары бір-бірінен ажырай бастайды. Дәрігер еденнен көтеріліп, қашқындардың терезеден шығуға тырысатынын байқайды. Кацура терезе әйнегін сындырмақ болып, әйнек сынықтары шашылады. Осы кезде дәрігер бөлмеге жетіп алады. Кацура жапон тілінде өмірдің мәні мен адамның болмысы туралы монолог айтып, соңында өз өмірін әйнек сынығымен қияды. Детективтер тінту үрдермен қайта оралып, домофонды басады. Бірақ жауап болмайды. Олар есікті бұзып ішке кіреді. Осы кезде дәрігер Хайтер бассейнге жорғалап барып, детективтерден жасырынып қалады. Детективтер үйді тексеріп, дәрігерді шақыра бастайды. Кранс үйді тінту барысында жартылай өлі қырғаяқты табады. Волтер дәрігер қосқан суды ішкендіктен әлсіреген күйде Хайтерді көреді. Бірақ дәрігер жоспарынан айырылып, Волтерді атып тастайды. Қарудың даусын естіген Кранс бассейнге қарай асығады. Дәрігер оған да оқ жаудырады. Бірақ Кранс үлгеріп Хайтердің басынан атады. Хайтер өліп, бәрі тынышталғандай көрінгенімен, бұл тек ауыр үнсіздіктің басы еді. Қырғаяқтың тірі қалған мүшелері Линдси мен Дженни қол ұстасып жылап тұр. Алайда көп ұзамай Дженни көз жұмады. Линдси екі өліктің ортасында жалғыз қалады. Егер кино шолуы ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз.